Бүгін нәпсini ерчіп отырып, bir қанша нәрседен біз ұттырдық. İlim алу деген нәрсе, илим тарқату деген нәрсе, бардығы мына ошол нәпсini ерчіп отырып, бардығын жанақындай жасалма қылып қалдық. Ептемей қылып қалдық, сапатсыз қылып қалдық. Ошол нәпси қалауыны ерчіп отырып, бүгін үй бүлөні бұзам дегендер аябай толтыра. Башқа біреуін тауып алған, антып алған, ментіп алған, нәпсисіне үйіндегі аялынан бұл жақшы көрінеді. Қойнындағы күйесінің көшедегі аяшы жақшы көрінеді. Сіздерге айтсам жалған, бірақ маңа SMS-тер келеді. Бойымда алып қалды, алдырып салсам рұқсат пы? Күйеуімден емес деген SMS-тер келді. Емін үшін десем, никесіз төрелген бара күнөө ғой дейді. Никесіз жатып қойғаның андан миллион мәртебе ауыр күнөө. Мен qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faqaynama qatala an-nasa jami'a. Kim bir nafsni öldüre turgan bolsa, bütündey adamzatты öldürgөнгө тете дейт. Түйүлдүк дагы бул нәфс. Алдагы өзүнчө bir жан, алдагы bir тирүү жандык. Аны öldürгөн бүтүндөй адамзатты кыргандай күнөө. Нәфсиге ээрчип бүгүн үй бүлөсүн бузам дегендер толтура.